Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, құрметті бауырлар. Менің есімім Муслим, ата дәстүр асыл дін жобасына қош келдіңіздер. Осыдан бірнеше күн бұрын TikTok желісіндегі тікелей эфирде Ақылтай атымен танымал атеист жігіт пен Дулат баба ұрпағы атымен танымал менің ұстазым пікірталас жасаған болатын. Ол пікірталас YouTube желісіне толығымен шықты. Сілтемесі төмендегі пікір жазу бөлімінде бар. Бұл видеоны түсіну үшін алдымен сол пікірталасты толық көріп шыққандарыңыз дұрыс болады. Бірнеше бос әңгіме мен боқтау болған сәттерін қиып алып тастадым. Менің де арамыздағы мұсылман бауырлардың да Ақылтайдың да артық кеткен жерлеріміз болғаны рас. Ақылтай, видеоны көріп отырсаң, сенің хақыңа өтіп кеткенім үшін кешірім сұраймын. Ал бүгінгі видеода Ақылтайдың сөздеріне тікелей жауап пен толық түсіндірме жасаймыз және оның пікірталас барысында жіберген қателіктерін анықтайтын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біз бастаймыз. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Абу Ханифа, жаңа айтып отырдыңыздар ғой, мінсіз адам болған, сондай кішіпейіл адам болған деп. Оның 9 жастағы қызды немесе 9 жасқа дейінгі қызды қандай шартпен алуға болатыны туралы пікірі. Алдымен Абу Ханифа рахматулла алейхидің кім екенін айта кетейін. Толық аты жөні Нұғман ибн Сәбит имам Ағзам Абу Ханифа. Хижри жыл санақ бойынша 80-ші жылы, Григориан жыл санағы бойынша 699 жылы дүниеге келген. Ислам дініндегі құқықтық заңдар, яғни фиғ заңдары бойынша Ханафи мазхабының негізін салушы ғұлама фақих ғалым. Енді ол кісі 9 жастағы қызды алуға болады деген пікір жазуы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес. Бұған дәлел, Абу Ханифа рахматулла алейхи ондай пікір жазатын болса, 9 жастағы қыз балаға үйленуге болатындығы жайлы үкім Ханафи мазхабында бекітілуі тиіс. Ал ресми түрде Ханафи мазхабын ұстанатын Қазақстан Республикасының мұсылмандар діни басқармасы ол жайында пәтуа беруі қажет болатын. Керісінше бізде ондай пәтуа мүлдем жоқ. 9 жасқа жетпесе де, бірақ ол жыныстық қатынасқа физиологиялық тұрғыда дайын болса, оны махрамының рұқсатымен міндеттеуге болады дейді некеге. Да, сол хадисті алып келші. Хадис па сол? Кім хадис деді ма біреу? Жоқ, хадис емес ол. Пікірін алып кел. Не бар, не бар, алып келші бәрін. Е. Алып келші бәрін. Мінекей. Міне дәлелмен сөйлеседі. Осылай болу керек қой. Абу Ханифа рахматулла алейхидің пікірі хадиске қатысты жазылуы керек. Ол қай хадис? Әңгіме Сахих Муслимде 1422 номерлі келетін хадис барысында болмақ. Енді сол хадисті зерттеп тексеріп көрейік. Ақылтай алып келген isnad.link сайтынан хадисті алдық. Арабша мәтіні міне алдарыңызда. Ал енді осы хадисті алып ChatGPT-ге салдым да, мынандай тапсырма бердім. Иснадын бөлек рет-ретімен жаз. Мәтінін бөлек жаз. Қосымша ақпарат қажет емес. Мәтінді қалай тұр, дәл сол күйінде қазақ тіліне аудар дедім. Иснады, яғни тізбегі мен мәтіні шықты. Яхия ибн Яхия, Абу Муғауия, Хишам ибн Орва, оның әкесі Орва және Айша радиаллаху анхадан. Енді осыны Ханафи мазхабының хадис қабылдау әдіснамасына саламыз. Алдымен кітаптың 90-шы бетіндегі сахих хадистің анықтамасын қарастырайық. Сахих хадис сенімді және риуаят қабілеттеріне толықтай ие бір рауидің кемшіліксіз және шәз болмайтындай түрде үздіксіз тізбекпен жеткізген хадисі. Барлық мұхадистердің назарында бір хадистің сахих болуы үшін келесі 5 шарттан өтуге міндетті. Бірінші шарт тізбектің бүтіндігі. Тізбектегі адамдардың аты жөні, тегі, қайдан шыққандығы толық жазылуы керек. Екінші шарт сенімділік шарты. Тізбектегі адам үлкен күнә, кіші күнә жасаумен, өтірік айтумен көпшілікте айыпталмаған, тақуа болуы керек. Үшінші шарт риуаят қабілеттеріне толық ие болу шарты. Хадисті есте сақтау және бұлжытпай риуаят ете алу қажет. Төртінші шарт хадис ашық немесе жасырын кемшіліксіз болуы шарт. Бұл шартта 3 қағида бар. Хадисті естіген адам жүрегіне тыныштық орнауы керек. Хадисті естігенде адам көңілі қанағаттануы керек. Ақылға сыйымды болуы керек.
Соңғы 5-ші шарт хадис шәз болмауы керек, яғни сенімді бір рауидің өзімен дәрежелес немесе өзінен сенімдірек бірнеше рауиға қарама-қайшы риуаят жасауы. Хадис ережелерін бекітіп алсақ, енді осы алып келген хадисті ережелерге салып көрейік. Тізбектегі адам аттары жазылғанымен тегі қайдан шыққаны белгісіз, яғни нақты қай рауи екенін анықтау мүмкін емес. Бірінші шарт бұзылғандықтан екінші, үшінші шартқа салып тексере алмаймыз. Сондықтан бірде 4-ші шартқа өтуге мәжбүрміз. Бұл хадисті естігенде адам жүрегіне тыныштық орнай ма? Жоқ. Көңілі қанағаттана ма? Жоқ. Ақылымызға сыя ма? Әрине жоқ. 50 жастағы адамзаттың асылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям 9 жасар қызға үйленуі мүмкін емес. 5-ші шартқа салатын болсақ, хадиске қарсы хадис немесе дәлел болмау керек. Муфтият KZ сайтын ашатын болсақ, бір емес 5 дәлел ақпарат көздерімен бірге көрсетілген. 5 шарттың бірде біреуі бүтін қалмай бұзылды. Сондықтан бұл хадис ешқандай да сахих емес. Ханафи мазхабы бұл хадисті қабылдамайды. Және Қазақстан Республикасының мұсылмандар діни басқармасы ресми түрде ханафи мазхабын ұстанатын болғандықтан, бұл хадис Қазақстанда үкімі жүрмейді. Және де ханафи мазхабында ешқандай да үкімі жоқ. Сахих Муслим мен Сахих Бухари деген атауына келетін болсақ, бұл имам Муслим рахматулла алейхидің және имам Бухари рахматулла алейхидің өз кітаптарына өздері қойған атауы. Атына қарай сала сахих екен деп қабылдау, кітапты мұқабасына қарап бағалау, журналист деген атыңа өте үлкен күмән туғызады ақылтай. Мынау ғой, таптым. Ал мінекей мынау екен. Имам ән-Науауидің Шарх Сахих Муслим атты еңбегінен екен. Науауидің пікір білдіргеніне куәлік беріп, өзінің Шарх Муслим деген кітабында ән-Науауи пікірін келтірген. Мынаның оң жағын басып, перевести на русский десе салуға болады. Бірақ оған сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Google перевод дұрыс емес, негізі бар ғой. Осыны алда чат GPT-ға салып көрші. Ой, міне, тамаша. Міне, алдым, көздеріңізше, міне копировать еттім. Чат GPT-ге салдым. Мынаған қазақ тіліне аудар. Мына мәтінді қазақ тіліне аудар. Мәтінді қазақшаға аударып бердім. Бұл фиқ кітаптарынан алынған түсіндірме, сондықтан терминдер мен мазмұнды сақтап аудардым дейді. Әкенің кәмелетке толмаған қызын тұрмысқа беруінің рұқсат етілуі туралы тарау дейді. Опа. Кәмелетке толмаған дейді, бәлиғат қой сондағысы. Ал енді міне 14-22 деген Муслимнен келетін хадиске шарх жазады. Айша былай деді: Алланың елшісі менімен 6 жасында некеленді, 9 жасында менімен бірге болды. Яғни некені іске асырды. Басқа бір риуаятта ол онымен 7 жасында некелесті деп келген. Бұл риуаят әкенің кішкентай қызын оның рұқсатынсыз некеге бере алатынына дәлел дейді имам Науауи. Себебі мұндай жастағы қыздың келісім беру құқығы жоқ. Атасы да әке секілді есептеледі. Бұған дейінгі тарауда уәлидің қорғаншының болуы туралы пікірталастар айтылған. Мұсылмандардың барлығы әкенің кішкентай тұрмысқа шықпаған қызын тұрмысқа беруге болатынына осы хадиске сүйеніп ижма жасаған. Ижма деген, өздеріңіз білесіздер, барлық ғалымның бір ауыздан бір шешімге келгені. Егер қыз балиғатқа жетсе, онда Малик, Шафиғи және Хижаз ғалымдарының пікірінше ол некені бұзуға құқығы жоқ. Көрдің? Ал Ирақ ғалымдары балиғатқа жеткен соң ол неке туралы таңдау жасай алады деген. Әке мен атасынан басқа уәлилерге келсек, Шафиғи, Саури, Малик, Ибн Абу Лайла, Ахмад, Абу Саур, Абу Убайд және көпшілік ғалымдар, олар мұндай некеге қол қоя алмайды. Егер қойса да ол неке жарамсыз деген. Ал Әузахи, Абу Ханифа және сәләфтан кейбір ғалымдар барлық уәлилерге рұқсат, бірақ қыз балиғатқа жеткенде таңдауға құқығы жоқ, құқығы бар деген. Тек Абу Юсуф оған таңдау құқығы жоқ деген. Барлық ғалымдар бөгде өсиетші уәси мұнда некеге қоя алмайтынында келіскен. Шурайх, Урва және Хамад болса, ол қызды балиғатқа жетпей тұрмысқа бере алады деген. Ал Хаттаби Маликтен де осыны жеткізген. Шафиғи мен оның шәкірттері әке мен ата тұрмысқа шықпаған қызды балиғатқа жетпей тұрмысқа бермеуі мұстахаб. Балиғатқа жеткен соң рұқсатын сұрау керек. Әйтпесе оның қалауынсыз некеге байлап қою мүмкін деген. Бұл айтылған сөз Айша хадисіне қайшы емес.
Өйткені олардың айтқаны, егер ашық пайда болмаса, балиғатқа жетпей некеге қоспау, ал пайда айқын болса, кешіктірмей тұрмысқа беруге болады. Өйткені әке баласының пайдасын қорғауға міндетті. Ал кішкентай қызды некеге қосу, той, қоныстандыру және оған бару мәселесіне келсек, егер күйеу мен уәли келісіп, қызға зиян келмесе, көрдің бе? Қызға зиян келмесе, сол бойынша амал етіледі. Егер келіспесе, Ахмад пен Абу Убайд 9 жасқа толған қыз бұған мәжбүрленеді, бірақ басқа жаста емес деген. Малик, Шафиғи және Абу Ханифа дейді. Бұның шегі, басты шарты, басты талабы деген мағына ғой. Шегі, қыздың жыныстық қатынасқа төзе алуға білеті дейді. Бұл әр қызға қарай әртүрлі, белгілі жаспен шектелмейді деген. Бұл дұрыс пікір дейді Науауи. Айша хадисінде нақты жас мөлшері де шектеуде айтылмаған. Яғни 9-ға жетпей төзе алатын болса рұқсат дейді. Ал 9-ға жетсе де төзе алмайтын болса рұқсат жоқ дейді. Әнекей, Дауди айтты соңғы пікірі, Айша жасына лайық денелі толысқан болатын деген. Алла одан разы болсын дейді. Одан емес, оған ғой негізінде, одан деп. Оған разы болсын. Иснады осы ғой енді, Науауи ғой. Жақсы, сен өз дәлеліңді келтірдің. Енді мен саған өзің пайдаланған ChatGPT арқылы жауап берейін. Мен ChatGPT-ге кірдім де былай жаздым. Имам Абу Ханифа рахматулла алейхи 9 жасар қызды алуға болады деген пікір жазған ба деп сұрадым. ChatGPT маған былай жауап берді. Жоқ, имам Абу Ханифа ешқашан 9 жасар қызды алуға болады деген пікір жазбаған. Бұл жиі таралған қате түсінік. Мәселені нақтылап түсіндірсек деп бірнеше бөлікке бөліп берді. Абу Ханифаның мазхабындағы үкім не жайлы? Ханафи фиқында, яғни Абу Ханифа рахматулла алейхидің мазхабында үйлену жасының негізгі өлшемі жыныстық жетілу, балиғат болып саналады. Ал нақты жас, мысалы 9 немесе 15, тек шариғи белгілерге сүйеніп, шамамен есептеу үшін ғана айтылады. Яғни имам балиғатқа жеткенге дейін неке қиылса, бірақ ол неке жыныстық қатынассыз болады. Тек жетілгеннен кейін ғана ерлі-зайыптық өмір басталады деген. 9 жас туралы сөздер, 9 жасар қызға үйленуге болады деген сөз кейінгі дәуірлердегі кейбір фиқ кітаптарындағы мысал, бірақ Абу Ханифаның рахматулла алейхи өзінен тікелей риуаят етілмеген. Бұл тек климат пен табиғи жағдайға қарай балиғат жасының ең ерте ықтимал кезеңі ретінде аталған, яғни нақты жас емес. Имам Абу Ханифа рахматулла алейхи не деген? Имам Абу Ханифа нақты қыз баланың кәмелетке толмай жыныстық тұрмысқа түсуін қатаң түрде тыйым салған. Ол неке мен қатынастың арасын айқын ажыратқан. Неке шартты келісім болуы мүмкін, ал қатынас тек балиғаттан кейін ғана адал болады. Осы 3 пункт бойынша қорытынды имам Абу Ханифа рахматулла алейхи 9 жасар қызға үйленуге болады деген пікір айтпаған. Ол балиғатқа жеткенге дейін некелік өмірді рұқсат етпеген. Кейінгі кейбір фиқ кітаптарында бұл жас тек биологиялық мысал ретінде келтірілген, үкім емес. Осыны анықтап алған соң, сен алып келген пікір жайында мен ChatGPT-ден сұрадым. Имам Науауидің кітаптарында Абу Ханифаның сондай пікірі бар ма дедім. Ол маған былай жауап берді. Имам Науауи рахматулла алейхи өз еңбектерінде имам Абу Ханифаға 9 жасар қызға үйленуге болады деген пікірді таңбаған және ондай сөзді оған телімеген. Енді имам Науауи жайында қосымша ақпарат. Имам Науауидің бағыты. Имам Науауи Шафиғи мазхабының ғалымы. Оның ең танымал кітаптары Шарх Сахих Муслим, Әл-Мәджму Шарх Әл-Мухаззаб, Риядус Салихин Әл-Аскар. Бұл кітаптарда ол хадистердің мәнін түсіндіреді, бірақ имам Абу Ханифаға қарсы немесе оған телінген 9 жас туралы еш пікір келтірмейді. Сахих Муслим шархында 1422 нөмірлі хадиске байланысты имам Науауи хадис номер 1422 Айша радиаллаху анха туралы хадиске түсіндірме жазған. Ол онда былай дейді мазмұнымен. Бұл пайғамбардың саллаллаху Айшамен неке қиған жасы туралы хабар. Бұл үкім барлық адамдарға міндетті емес, өйткені әр дәуір мен аймақтағы адамдардың жетілуі әртүрлі болады. Бірақ ол жерде имам Абу Ханифаның аты мүлде аталмайды. Имам Науауи және Абу Ханифа. Керісінше, Науауи кей жерлерде Абу Ханифаны құрметпен еске алады. Мысалы, Абу Ханифа фиқтағы имам, ілім иелерінің бірі деп сипаттайды. Ол еш жерде оған ерте жаста үйленуге рұқсат берді деген пікір жаппайды. Қорытынды, имам Науауи еңбектерінде имам Абу Ханифаның
9 жасар қызға үйленуге болады деген пікірі жоқ. Мұндай сөздер кейінгі дәуірде қате тәпсірленген немесе бұрмаланған пікірлер. Ғойры мұғалләл болса, ол 6 жас, 9 жас болмай қалады да, басқа жас болып кете ме? Ақылтай айтып отырған муалләл хадис дегеніміз қандай хадис? Сөздіктегі мағынасы ауру болу, науқас болу деген ұғымды білдіреді. Терминдік мағынасы сыртқы көрінісі сахих болып көрінгенімен, ішінде кез келген кісі біле алмайтын жасырын кемшілігі бар хадис. Муалләл хадистің үкімі дәлел ретінде қолданылмайды, амал етілмейді. Видео барысында Ханафи хадис әдіснамасына салынған Сахих Муслимнің 1422 нөмірлі хадисі бұл муалләл хадис, яғни жасырын кемшілігі бар хадис. Сол себепті бұл хадис дәлел ретінде қолданылмайды және бұл хадиске амал етілмейді. Мұғалләл хадис Жоқ, просто сен анау сахих деп көрінгенімен, ілгері ғалымдардың терең зерттеуінен кейін ішкі жасырын кемшілігі бар екені анықталған хадис. Яғни имам Муслимді өтірікшіге шығарамыз, қателескен дейміз. Дәл осы жерде мен сенің логикаңды мүлде түсінбедім, Ақылтай. Егер кез келген бір адам қателескен болса, қателесіп бір нәрсені айтқан болса, және оны өзі байқамаса, ол адам өтірікші болғаны ма? Ендеше сенің де қателігіңді тауып, сені де өтірікшіге шығарайық. Кенесары хан қай уақыттарда өмір сүрді? Кенесары хан қай уақытта өмір сүрді? Кенесары хан қай уақытта өмір сүрді? 18-ші ғасырдың басы. Қазақтың ұлы хандарының бірі Кенесары Қасымұлы 1802 жылы дүниеге келіп, 1847 жылы дүниеден өткен. Бұл 19 ғасырдың басы және ортасы. Бұл ешқандай да 18 ғасыр емес. Бұл жерде сен қателестің, демек сені де өтірікшіге шығарамыз, Ақылтай. 8 бірдей хадис бар. Мен тапқан, как минимум. Маймылдарым-ай, зоопарктер-ай. Айша радиаллаху анханың некелесу жасына байланысты 8 бірдей хадис таптым дедің. Бірақ сен тапқан барлық кітаптарда келетін хадис сол бір ахад хабар Айша анамыздың өзінен ғана келеді. Ал енді басқа сахабалардан келген риуаяттарды тауып өз сөзіңді дәлелдеп бере алмасаң, өтірікші атанасың. Бір емес, екінші рет. Бірақ Бауыржан Әлиұлы деген кісі біздің муфтият бекітпеген, біздің елдегі Ханафи мазхабында бекітілмеген, үкімі алынбаған нәрсені не үшін, не мақсатта айтып жүр. Біріншіден тоқталатын нәрсеміз хадистің рауиы Айша анамыз радиаллаху анхума. Айша радиаллаху анхуда мынандай бір сөзі бар, риуаят етілген. Мен мақтанбаймын, бірақ менің басқа әйелдерден 9 ерекшелігім бар. 9. Біріншісі, періште менің суретімде келіп, пайғамбарға әйел болатынды көрсеткен дейді. Бір. Екі, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 6 немесе 7 жасында маған құда түскен, айттырып. 3. 9 жасында мен оған үйленгем. 9. Сен айтып отырған видеоны толығымен көріп шықтық. Ханафи мазхабының фиқына сүйене отыра, және де муфтияттың шығарған дәлелдеріне сүйене отыра, бұл кісіні қателесті деп айта аламын. Бірақ бұл кісінің қателескені, ол кісіні пасық немесе өтірікші қылып көрсетпейді. Олай айтудан сақтанайық. Марқұм Бауыржан Әлиұлы ең керемет, ең көркем мінезді ұстаздардың біреуі еді. Алла ол кісіні рахымын алсын. Иснадында Яхия ибн Яхия деген өтірікші бар деп тұрсыздар ма? Сізге де маған Иснадты тексеру барысында Яхия ибн Яхияны өтірікші деп айтқан сөз біздің аузымыздан шыққан жоқ. Бұл сөзді қайдан алдың? Бұл маған әлі де түсініксіз. Мағанда ойбай деп, сахих деп, ғұламаларыңыз бекітіп берген сахих деп. Ханафи мазхабының қай ғұламасы бұл муалләл, шәз хадисті сахих деп бекітті, және қай кітабында бекітті. Осы сөзіңе дәлел күтем. Сіз тақлидсіз ба? Кімсіз? Тақлид сөзі ислам ілімінде қандай мағына береді? Тақлид ислам ілімінде еліктеу бір ғалымның үкіміне ілесу деген мағынаны білдіреді. Түсіндірме мағынасы Құран мен сүннеттен үкімді өзі шығара алмайтын мүжтәһид емес мұсылманның үкімдерді сол істе білгір ғалымнан мүжтәһидтен алуын айтады. Қарапайым тілмен бір адам шариғи дәлелдерді терең зерттей алмай, сол үкімді белгілі бір ғалымнан немесе мазхабтан алса, бұл тақлид деп аталады. Яғни бұл адамға берілетін бір дәреже емес, бұл жасалатын әрекеттің атауы. Келесі жолы ислам терминдерін айтпас бұрын
зерттеп ал. Толық жауап беріп, мына Муслим мен Бухариді өтірікшіге шығарып беріңіздер маған. Ей, маймылдарым-ай, зоопарктер-ай. Муслимнен Найсабури екені айтылмаса, ол басқа Яхия ибн Яхия болып шығуы мүмкін ба? Иә, мүмкін. Себебі ғалымдар бір хадисті сахих деп бекітпес бұрын ондағы кемшіліктердің барлығын анықтайды. Ал кемшілік ретінде иснатындағы адамдардың толық аты жөні қай жақтан екені жазылмауы да есептеледі. Яғни, ол жерде Яхия ибн Яхияның тегі қай жерден шыққаны жазылмаған болса, басқа Яхия ибн Яхия болуы да мүмкін. Біз оны нақты анықтай алмаймыз, тексере алмаймыз, өйткені арабшасында жоқ. Мына жерде біз қазір быт-шыт боламыз. Қай Яхия ибн айтты? Ал енді тауып көр, дәлелдеп көр. Мен дәлелдеп беруім керек пе енді осыны? Иә, сен дәлелдеп беруге міндеттісің. Өйткені диспут ережесі бойынша дәлелді алып келіп отырған сенсің. Және де осы дәлеліңе қатысты барлық сұрақтарға жауап бере алуға міндеттісің. Ал егер де жауап бере алмасаң, дәлелің қуатты болып есептелмейді және қабылданбайды. Мені онда дұрыс қой. Абу Ханифаның айтқан осы пікіріне мен жазбады деп отырған жоқ, ол сенімді ол жазғаны. Сен ол пікірдің сенімді екенін қайдан білесің? Сол ғалымдармен сөйлестің ба? Немесе кітаптың сенімді екеніне көзің жете ма? Дәл осы сәтте өзің тақлид жасап, бір ғалымның сөзін алып, соған еріп отырғаныңнан хабарың бар ма? Демек, Непонятно муслимде адамдар. проблема бар. Оны сахих деп бәрін бірдей алмайсыздар, дұрыс па? Ала алмаймыз. Жақсы, тамаша. Енді Айшаның үйленген жасына қатысты басқа сахих хадис айтыңызшы. Муфтият кезетке кір 5 түрлі дәлел Кезетте тұр. Мұнара газетінің мақаласы тұр. Ол жерде мына имам Муслимді де, имам Бухариді де, ол жерде діннің жаулары деп айтқан. Келісесіз ба сонымен? Көріп отырғанымыздай, Муфтият кезеттің түйін сөзінде де, дәлелдерінде де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы ақпаратында да имам Бухари мен имам Муслимді діннің жаулары деген сөз келмейді. Осы сөзің нағыз өтірік және де жала. Мен мынадан Абу Ханифаның пікірін алып келдім да, осыған қатысты көзқарасыңыз қалай дедім. Ол жоқ, ол бар деген түсінік емес ол жерде. Маған егер қаласаңыз, мен сізге түп нұсқасын алып келе аламын. Қосымша осы сөздеріңе де дәлел күтем. Оның түп нұсқасы электронды кітап емес, қағаз кітап. Ал қағаз кітаптан дәлел әкеліп көрсете алмасаң, араб тіліндегі кітаптан дәлел әкеліп көрсете алмасаң, сен нағыз өтірікші боласың. Бірінші рет емес, екінші рет емес, осымен үшінші рет. Абу Ханифа ертерек болған, иә. Сахаба саналады, иә. Ақылтайдың білімсіздіктен туған тағы бір қателігі. Абу Ханифа ешқандай да сахаба болмаған. Абу Ханифа табиғин болған. Айырмашылық, сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көріп, иман келтіріп, сол иманмен өмірден өткен адам. Табиғин сахабаларды көрген, бірақ пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам көрмеген мұсылман. Енді Ақылтайдың ұстазбен сөйлескен әңгімесін тыңдап, сол жердегі қателіктеріне көз жүгіртейік. Имам ан-Навави рахматулла алейхи Абу Ханифаның пікірін алып келіп отыр деп айтып отырсың ғой. Өте дұрыс, бағанан бері сөйтіп отырмын. Аха, енді осы жерде имам Нававидің Абу Ханифа мынандай кітабында, мынандай томында, бетінде осындай пікірін жазған деп айту керек еді. Сол бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Науауи Сахих хабар, ол Абу Ханифаның айтпаған пікірін жоқ, айтты сен деп енді алып келіп отыр. Сахих хабар, сен алып келіп отырған Сахих хабар хадис нақтылы 100% білдірмейді және айқын дәлел бола алмайды. Сондықтан Сахих хабарға сүйенген бір ақида мәселесін жоққа шығарған кісі иман шеңберінен шықпайды. Яғни сен алып келіп отырған хадис ол үкімге де жарамайды, дәлелге де жарамайды. Ол ештеңе емес, сүйенген нақты дәлелдер жоқ. Тамаша, Анвар, мен сізбен келістім осы жерде. Өте дұрыс жауап мынауша. Имам ан-Навави ол кісі онда адам емес, біз айтпаймыз. Бірақ біздің ислам ғалымдары ақылтай бір нәрсені жазатын болса, міндетті түрде бір нәрсеге сылас етеді. Түсінесің ба? Бұл хадис ілімі. Бұл үлкен мұхаддистер туралы әңгіме айтып жатырмыз. Біз ешқандай хадис Сахих Бухариде де, имам Муслимде де, имам ан-Нававиде де біз ешқандай жамандыққа айтпаймыз. Ондай ниетіміз де жоқ. Біздің мәселе алып келіп отқан хабарларды анықтау.
Сен алып келіп отқан хабарың Ол біздің хотя бы төрт мазхабтың ол қателесті амалында деп жоқ айта хабар. аласыздар ма? Ол кісі қателесті деп айта алмаймыз. Өйткені жазған адам, ол кім жазды, Құдай біледі. Ойбай, пайғамбардың өзі күнәмді кешір бір нәрсе деп айтады. Мына ғалымдар қателеспейтін не деген адамдар? Сөзге мән беріп тыңдап, сөздің төркінін түсіне білмейтін Ақылтайдың білімсіздігінен шыққан тағы бір қателік. Біз имам Науауиді мүлде қателеспейді деп айтып отырған жоқпыз. Дәл осы жерде имам Науауи қателеспеген. Себебі бұл ақпарат интернеттен алынған жалған ақпарат. Ал кітап бойынша іздегенде, тіпті ChatGPT-дің өзінен сұрағанда да бұл нәрсе жоқ болып шықты. Енді қара, Ақылтай, мынандай мәселе бар. Сахих хадис, ол сахих болу үшін, ол белгілі бір дәрежеге жету үшін, мынау хадис ілімінде мутауатир деген әңгіме бар, хабарым бар, мутауатир хадистер. Мутауатир хадис біздің Ханафи мазхабында 3-ке бөлінеді, мұхаддис ғалымдардың пікірінше 2-ге бөлінеді. Мұхаддис ғалымдардың пікірінше мутауатир хадис және ахад хадис деп бөлінеді. Ал Ханафи мазхабы бойынша мутауатир және мәшһүр хадис, содан кейін барып ахад хадис, одан кейін барып сахих хадис. Ал Ханафи мазхабы көбінесе мутауатир менен мәшһүр хадистерге амал етеді. Яғни сен алып келіп отқан хадистерді көптеген сахабалар айту керек, көптеген табиғиндар айту керек. Сөйтіп ол біздің мазхабқа кіру керек. Міне осы нәрсені жасаңдар, осы нәрсені жасамасаңдар күнә болады, мына нәрсені жасасаңдар сауап болады деген үкімге кіру керек. Енді осында үкімге кірді ма бұл хадис? Білмеймін ғой, кірмесе кірмеді деп айта салыңыз, иә. Кірген жоқ. Енді ол кірмейтін болса, демек көрдің ба? Сондықтан осында хадистерде көп болған. Біз оны қабылдамаймыз дейді, дұрыс, өте дұрыс. Біз қабылдамаймыз. Ханафи мазхабы қабылдамайды бұндай хадистерді. Вот, мен түсініп алдым, иә. Ханафи мазхабы бұл хадистерді қабылдамайды екен. Міне, тамаша. Өйткені бізде мынандай нәрсе бар да, усул фих деген нәрсе бар да, Ақылтай. Егер бір хадисті, мысалға бір хадисті көбірек қайталап соны айта беретін болса, бір нәрсені ұмытпай жатырмын. Мутауатир хадистер, ахад хадистер, сахих хадистен жоғары тұратын хадистер, олардың мынандай шарттары бар. Оларды адам естігенде оның жүрегіне тыныштық орнау керек. Және екінші шарты оның жүрегі қанағаттану керек. Үшінші ақылға сыйымды болу керек. Сен алып келіп отырған мына хадисте жүрекке тыныштық орната ма? Как минимум орнатпайды, дұрыс айтып отырсыз, иә. Ол адамға қанағат бере ма? Жоқ, қанағат бермейді. Сұмдық қой. Үшінші мәселе, ақылға сыя ма? Сыймайды ақылға. Міне осындай әңгімелерді Ханафи мазхабы қабылдамайды. Түсіндің ба? Яғни Айшаның 9 жаста пайғамбарға некелескені ол қате, иә? Қате, ол дәлел емес, ол дағиф, ол сахих емес. Өйткені сахих хадис болу үшін 5 жағы, мен саған көрсеттім, 5 тексеруден өту керек. Мысалға бір товарды әкеп саған мәдеп бере салмайсың, мысалға алтынды алып келсе, ломбард ала салмайды ғой, дұрыс па? Ол тексереді ғой, алтын қандай алтын екенін. Пробасын қарайды ғой, дұрыс па? Иә, пробасын қарайды. Сол сияқты біздің мынау усул хадис деген Ханафи мазхабында хадистің негізгі қандай хадистер алынады, алынбайды, ломбард сияқты тексереді. Енді өте дұрыс. Осылайша Ақылтайдың ұстазды мойындап, ұстаздың сөзін дұрыс деп құп көріп, хадис ілімінен кішкене бір түсінік алып кетуімен бұл пікірталас аяқталды. Сөз соңында айта кететін маңызды жайт, Ақылтай, менің саған жеке бастық, жеке тұлғалық ешқандай негативім жоқ. Тек ислам дініне тигізіп жүрген сөзің мен істеп жүрген әрекетің дұрыс емес. Ислам дініне кірер болсаң, Құран ілімі, хадис іліміне кірер болсаң, оны қалай зерттеу керек, қандай ережелері бар, қалай қарау керек, қалай білу керек, соны үйреніп жүр. Және де диалог құру этикасы туралы кітаптар оқығаның дұрыс болады. Өйткені дұрыс диалог құрып, сөздің төркінін түсініп, оппоненттің сөздерін толық түсініп, оған қарсы аргументтер қоюды дұрыс білмейсің. Бұл саған менен кішігірім бір кеңес болсын. Видео соңында жалпы көрерменге айта кететін сөзім, бұл видео, жалпы бұл жоба сіздерге ислам дінінен титтей болса пайдалы ақпарат беру үшін жасалады. Біздің мақсатымыз ислам дінінің хақ дін екенін дәлелдеп, асыл дінімізбен ұштасатын ата дәстүрімізді дәріптеу. Видеоны көрген барша жандарға Алла разы болсын, сіздерге Алланың амандығы, есендігі, берекеті болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. آمنت بالله وملائكته